Егер сіз американский YouTube канал ашқыңыз келсе, бұл видеоны міндетті түрде көру керексіз. Себебі көпшілік әлі күнге дейін американская симка, VPN, локация деген сияқты нәрселерді білмейді. Ал мен сізге шын мәнінде не маңызды екенін көрсетемін. Себебі қазір көп адам шын пайдалы нәрсеге емес, сыртқы ұсақ детальдарға алданып жүр. Көбісі ойлайды, американский YouTube канал жасау үшін ағылшын білу міндетті, американский номер болмаса бітті, канал жүрмейді деп. Басқалар ойлайды, каналдың настройкасына странаға США деп қойсам, видеоны автоматты түрде Америка көреді деп. Тағы біреулер секретный настройка іздеп кетеді. Бірақ шындық мүлде басқа. Егер сіз осыны басынан дұрыс түсінсеңіз, айлар бойы босқа уақыт жоғалтпайсыз. Ал егер қате түсінсеңіз, канал ашып, видео салып, нәтиже жоқ деп YouTube-ты кінәлайсыз. Бүгін мен сізге не шынымен маңызды, не мүлде маңызды емескенін толық айтып беремін. Егер сізге YouTube арқылы ақша табу тақырыбы қызық болса, міндетті түрде каналыма подписка жасап қойыңыз. Себебі бұл жерде мен тек мотивация емес, реально жұмыс істейтін нәрселерді айтамын. Көп адам контент жасайды, бірақ аз адам контентті ақшаға айналдыра алады. Сондықтан каналға жазылып қойыңыз. Ең бірінші білу керек нәрсе, жалпы американский YouTube канал деген не өзі? Көп адам американский YouTube дегенді қате түсінеді. Олар ойлайды, американский канал деген ақшта ашылған аккаунт, ақш симкасымен тіркелген аккаунт, ақш IP-мен жасалған аккаунт деп. Бірақ шын мәнінде американский YouTube каналдың негізі мағынасы мүлде басқа. Американдық канал деген бұл ақш аудиториясына бағытталған канал. Яғни сіздің видеоңыздың тілі, темасы, оформлениесі, превьюі, названиесі, идея беру стилі, көрерменнің проблемасы бәрі ақш аудиториясына сай болу керек. Міне негізгі нәрсе осы. Сіз Қазақстанда отырып та американдық YouTube канал жүргізе аласыз. Бірақ контентіңіз ақш көрерменіне түсінікті, таныс, қызық болуы тиіс. Сондықтан ең бірінші мифті жабайық. Миф номер 1. Канал настройкасынан елді США деп қойсан, сені тек Америкадан көреді. Бұл қате. Каналдың местоположениесін США деп қою сіздің видеоларыңызды автоматты түрде тек Америкаға таратып жібермейді. YouTube ең бірінші мынаған қарайды. Сіздің видеоңызды кім басады, кім ұзақ көреді, кімге ол тақырып қызық, қай аудитория соған жақсы реакция береді деген сияқты нәрселерге. Яғни негізгі рөлді местоположение емес, контенттің өзі атқарады. Бірақ онда неге көп адам ақш қою керек дейді? Себебі мұнда бір логика бар. Көп жағдайда жаңа функциялар, кейбір обновлениелер, кейбір монетизацияға қатысты мүмкіндіктер, немесе платформаның жаңа инструменттері алдымен ақш деп таңдалған каналдарға келуі мүмкін. Сондықтан бұл пайдалы настройка, бірақ бұл сиқырлы батырма емес. Бұл жерден түсіну керек нәрсе, странаны США деп қою керек болуы мүмкін, бірақ ол сіздің каналды қай елден көретініне әсер етпейді. Миф номер 2. Американский YouTube-ты жүргізу үшін ағылшынша білу міндетті. Бұл өте үлкен қателік. Қазір жасанды интеллект дамыған заманда тіл білу проблемасы 99%-ке жоғалады. Видеоның сценарийін ағылшын тілінде жасау үшін кез келген жасанды интеллект қолдана беруге болады. ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini сізге дайын тексті жасап береді. Оны Eleven Labs'қа саласыз да, озвучка жасай саласыз. Ағылшынша білу, сөйлеу қажеті жоқ. Үшінші миф, американский канал ашу үшін міндетті түрде американдық симка керек. Жоқ, көп адам осы жерде қатты шатасады. Олар каналдың болашағын симкамен байланыстырып қояды, бірақ симка каналды өсірмейді. Симка CTR-ды көтермейді, симка удержание жасамайды. Симка сізге просмотр жинап, тема тауып бермейді. Каналдың тағдырын анықтайтын нәрсе бұл емес. Менде 20-дан астам каналым бар монетизацияда. Олардың ішінде американский, испанский, арабский және тағда басқа елдерге арналған контент бар. Ең қызығы, барлық каналым қазақстандық сим-картамен ашылған. Сондықтан естеріңізде болсын, американский канал ашу үшін американский сим-карта керек емес. Және ол сіздің каналыңыздың өсуіне және оның аудиториясына ешқандай әсер етпейді. Төртінші миф.
VPN қоспасан ештеңе болмайды. Бұл да адамдар тым үлкейтіп жүрген тақырып. Көп адам ойлайды, VPN қосу каналға бірден просмотр береді, тіпті каналдың тағдырын шешеді деп. Шын мәнінде VPN өзі жеке дара нәтиже бермейді. Егер сіздің каналдың оформлениесі дұрыс болмаса, идеяңыз әлсіз болса, видео атауы нашар болса, превью болмаса, видеоның алғашқы 30 секунды көрерменді ұстап қалмаса, VPN сізді құтқармайды. YouTube үшін ең маңыздысы көрерменнің реакциясы. Сондықтан сіз ең әуелі келесі нәрселерді дұрыстауыңыз керек. Біріншіден, каналдың бүкіл визуалы ағылшынша болу керек. Бұл өте маңызды. Канал аты түсінікті болсын, описаниесі ағылшынша болсын. Канал шапкасы ағылшынша болсын. Видео атауы ағылшынша болсын. Превьюда текст болса, ол да ағылшынша болсын. Тіпті сіздің контент стиліңізде ақш аудиториясына таныс форматта болу керек. Көп адам осы жерден қате жібереді. Канал ағылшынша деп айтады, бірақ ішінде орысша, қазақша элементтер қалып қояды. Немесе визуалдан бірден бұл канал шетелдік аудитория үшін жасалмағаны көрініп тұрады. Бұл ұсақ нәрсе сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде көрерменнің сіздің каналды қабылдауына әсер етеді. Ең маңызды ақпаратқа өтпей тұрып, шағын хабарландыру. Егер сіз американский YouTube арқылы ақша табуды шынымен үйренгіңіз келсе, менің жабық клубыма қосыла аласыз. Айына бар болғаны 7500 теңге. Ішінде мен канал ашу, ниша таңдау, идея табу, контентті дұрыс оформление жасау, монетизация логикасы сияқты нәрселерді тереңірек көрсетемін. Сілтеме видеоның описаниесінде, бірақ бұл видеода мен сізге ең маңызды фундаментті беріп жатырмын, сондықтан осы видеоны соңына шейін қараңыз. Енді ең маңызды блокқа өтейік, мифтарды бітірдік, енді американский ютубты жүргізу үшін шынымен де не маңызды екенін айтып берейін. Бірінші, ол ниша. Егер сіз американдық нарыққа кіргіңіз келсе, сізге сол нарықта сұраныс бар тема керек. Тек өзіңізге қызық нәрсені емес, көрермен іздейтін, басатын, қарайтын нәрсені таңдау керек. Екінші, ол оформление. Американский ютубта тек жақсы ақпарат жеткіліксіз. Ол дұрыс упаковка жасалу керек. Видеоның атауы, превью, алғашқы секундтар, барлығы көрерменді ұстап қалу үшін жұмыс істеуі тиіс. Үшінші, удержание. Міне ютубтағы ең маңызды нәрсе осы. Сіздің видеоңызды басып кірген көрермен видеода максимально ұзағырақ қалу керек. Егер көрермен кіріп 20 секундта шығып кетсе, сізге ештеңе көмектеспейді. Төртінші, системность. Көбісі бір видео салып, нәтижені күтіп отырады. Сізге идеяны тестировать ету керек, упаковканы жақсарту керек, қай формат жүреді, қай формат жүрмейді, соны түсіну керек. Ал ол үшін минимум 15-20 видео салу керек. Енді мен сізге канал ашқанда көп адам елемейтін, бірақ маңызды бірнеше нәрсені айтайын. Біріншісі, каналдың тілі мен контент тілі сәйкес болу керек. Егер сіз ағылшынша нарыққа жұмыс істесеңіз, сіздің каналыңыздың барлық сыртқы оформлениесі ағылшынша болу керек. Бұл тек әдемілік үшін емес, бұл ютубқа да, көрерменге де сіздің кім үшін контент жасап жатқаныңызды анық көрсету үшін. Екіншісі, контент идеясы локальный емес, әлемдік болу керек. Мысалы, сізге Қазақстанға ғана түсінікті контекст емес, ақш аудиториясына бірден түсінікті проблема, қызығушылық немесе эмоция керек. Үшіншісі, сіз сабақ емес, нәтиже сатуыңыз керек. Көрермен видеоны ақпарат үшін емес, нәтиже үшін қарайды. Ол арықтағысы келеді, ол ақша тапқысы келеді, ол денсаулығын жақсартқысы келеді, ол қорқыныштарынан құтылғысы келеді, ол бір нәрсені тез түсінгісі келеді. Сондықтан американский ютубқа жай ғана ағылшын тіліндегі видеолар салу жеткілікті емес. Сондықтан американский ютубқа жай ғана ағылшын тіліндегі видеолар салу жеткіліксіз. Көрерменнің психологиясын түсіну керек. Төртіншісі, канал ашу оңай, жүргізу қиын, өсіру одан да қиын. Сол үшін көп адамдар секретный настройка іздеп, курстар сатып алып, уақыттарын жоғалтады. Себебі олар шын қиын нәрседен қашады.
Шын қиын нәрсе бұл тұрақты түрде просмотр жинайтын идея табу, мықты тақырып ойлап табу, күшті превью жасау, алғашқы 15 секундта көрерменді ұстап қалу. Ал енді сізге қысқа чек-лист берейін. Егер американский YouTube канал ашам десеңіз, ең аз дегенде мына заттарды жасау міндетті. Каналдың тілі толық ағылшынша болсын. Местоположениесі ретінде США-ны таңдаңыз. Контентті ақш аудиториясының қызығушылығына сай ойлаңыз. Видео атауы мен превьюін ақш нарығындағы логикамен жасаңыз. Видеоның алғашқы 30 секундын монтажда мықты қылыңыз. Каналда қандай видеолар өтетінін білу үшін айына минимум 10-15 видео салуға дайын болыңыз. Техникалық мифтарға, настройкаларға емес, көрерменнің не қалайтынына фокус жасаңыз. Егер сіз осы нәрсені түсінсеңіз, сіз көп YouTube жүргізетін адамдардан уже озып кетесіз. Өйткені көпшілік әлі күнге дейін YouTube каналды қалай өсірем деп емес, қандай симка алам деп жүр. Сонында ең маңызды ойды айтайын, американдық каналдың болашағын шешетін нәрсе аккаунтты қай жерден ашқаныңыз емес. Оны шешетін нәрсе сіз аудиторияға қаншалықты дәл кірдіңіз, видеоны қаншалықты дұрыс оформление жасадыңыз және YouTube'қа қаншалықты жақсы сигнал бердіңіз. Міне айырмашылық осында. Егер сіз осы тақырыпты тереңірек үйреніп, американский YouTube арқылы ақша табудың системасын түсінгіңіз келсе, менің жабық клубыма қосыла аласыз. Бағасы айына 7500 теңге ғана. Ішінде мен бәрін ретімен түсіндірем. Ниша таңдау, канал стратегиясы, идеялар, оформление, монетизация, қателер, нетворкинг, менімен бірге аптасына бір рет тікелей эфир деген сияқты нәрселер болады. Бұл видеода мен сізге дұрыс бағыт-бағдар бердім, ал клубта оны жүйеге айналдырамыз. Сондықтан басқалар сияқты уақыт жоғалтып жүре бермей, клубқа қосылып, американский YouTube'ты жылдам үйреніңіз. Сілтеме видеоның описаниесінде. Ал егер осындай пайдалы видеолар керек болса, міндетті түрде осы каналға подписка жасап қойыңыз және комментарийге YouTube'ты не үшін бастамай жүргеніңізді және проблемаңызды жазып кетіңіз. Келесі видеоларда сол тақырыптарға видео түсіріп салатын болам. Келесі видеоларда кездескенше.